Армысыздар, менің бүгінгі ұсынатын педагогикалық идеям қазақ тілді емес сыныптардың оқушыларына жасанды интеллект арқылы сабақ өту. Мені адамша сөйлетіп, оқушыларға түлкі мен қырғауыл ертегісін оңай түсіндіре алатыныңызды білесіз бе? Қазақ тілді емес сыныптардың оқушыларына ертегілерді және мәтіндерді қалай қызықты әрі түсінікті етіп өтуге болады. Жасанды интеллект бойынша толық мәліметті менің жасанды интеллект көшірмем сіздерге түсіндіріп беретін болады. Өзімді таныстыра кетсем, мен Зархат Ақерке Биболатқызы жауап беретін боламын. Мен Александр Сергеевич Пушкин атындағы номері 1 мектеп гимназияның қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімімін. Ал оқушылар, бізде бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан барысы мультфильм негізінде. Бүгінгі жаңа тақырып Қазақстан барысы мультфильм негізінде оқулықтың 62-ші бетін ашамыз. Қазақстан барысы ертегісін тыңдаймыз. Ертеде бүркіт кім күшті деген қазақша күрестен сайыс өткіземін деп жан-жануарларға жар салыпты. Аю, жолбарыс, қасқыр, қоян, барыс, арқар мен борсық сайысқа қатысуға дайындала бастайды. Одан да пайда, осыны ұмытпа. Атасы барысқа осылай ақыл айтты. Барыс сайысқа қатысу үшін көп дайындалды. Атасы барысқа қандай ақыл айтыпты? Ана, Нұрмұхамед? Жарыста Мықты бол және епті бол депті, я, тамаша. Жасанды интеллект және нейросеттер арқылы сабақ өтудің пайдасы. Ең біріншіден осы жасанды интеллект арқылы өтіп отырған біздің ертегімізді оқушылар ұстазымен, яғни менімен бірге отырып өздері дыбыстайды. Дыбыстау барысында олар сол ертегінің ішіне еніп кеткендей әсерде болады. Екінші пайдасы оқушылардың қазақ тілінде сөйлеу мәдениеті қалыптасады. Осы ертегілерді дыбыстау барысында олар интонация, логикалық екпіндерді орынды қолдануға машықтанады. Сайыста аю мен қоян, барыс пен борсық күреседі. Аю қоянды, барыс борсықты жеңеді де, аю мен барыс шешуші сайысқа шығады. Шешуші сайысқа қай жануарлар шықты? Аю мен барыс шықты, я? Жалғастырып көрейікші, не болды екен соңында? Барыс аюмен күреседі. Ол атасының айтқан ақылын есіне түсіреді де, ептілікпен өзінен күшті аюды аяқтан шалып жеңеді. Сөйтіп, барыс ептілік пен төзімділік көрсетіп жеңімпаз атанады. Содан бері қазақша күрестен болатын сайыс барыстың атымен аталатын болды. Бізге жасанды интеллект арқылы сабақ өткен ұнайды. Ол арқылы біз кез келген мәтінді оңай түсінеміз. Жасанды интеллект арқылы берілген тапсырмалар қазақ тілін оңай тез үйренуімізге көмектеседі. Сайыс қай аңның атымен аталатын болды? Ал Қасым Жомарт? Қазақстан барысы. Яғни қаян? Барыс аңының, я? Жақсы, тамаша. Ал келесі сұрақты қарайықшы. Шешуші сайыста қай аң жеңді? Кім жауабын біледі? Ал айтайын. Барыс жеңді, шешуші сайыста. Тамаша, жарайсың. Барысқа атасы қандай ақыл айтты? Кәні кім жауабын біледі? Абдукарим. Епті бол айтты. Епті бол деп айтты, я? Тамаша. Бұл жерде енді кішігірім сергіту сәті. Қарасаңдар, үй жануарлары мен жыртқыштар не істеген? Араласып тұр, я? Егер үй жануарын атасам, бір рет шапалақ ұрамыз. Ал егер жыртқыштарды атасам, үндемей отыра қаламыз. Жарай ма? Жақсы, байқап көрейік. Жылқы. Тамаша. Түлкі. Пингвин. Жолбарыс. Сиыр.
Мен қазір дыбыстарды қосамын. Қай жануардың дыбысы болса, соның атын атаймыз, жарай ма? Кеттік. Ал Жанелия ненің? Қойдың дауысы ма? Түйенің дауысы, я? Түйенің дауысы. Кеттік, келесі. Аттың дауысы, тамаша. Кән, бәріміз бірге айтайықшы. Сиыр, я? Сиырдың дауысы. Қазіргі таңда оқушылардың ең қызыға оқитыны комикстар. Бүгінгі менің өзімнің ұсынғалы отырған педагогикалық идеямда осы комикстарды жасанды интеллект екеуін сабақтастыра отырып, сабақ барысында қолдану. Неге комикстар? Себебі оқушыларға оны оқу қызық, ал неге қазақтың ертегілерін осы комикс арқылы бермеске? Маған ертегіні комикс арқылы және жасанды интеллекттің түсіндіру арқылы оқығандықтан қазақша түсінік айту да оңай. Жаңа атап өткендей, комикстар мен жасанды интеллект арқылы біз оқушылардың бойында 4 дағдыны қатар қалыптастыра аламыз. Осы комикстарды менімен бірге, яғни оқушылар құрастыра отырып, ең бірінші жазылым дағдысы қалыптасады, оқылым дағдысы қалыптасады. Ал жасанды интеллектті дыбыстау барысында олардың айтылым дағдысы, ал дәл осы жасанды интеллект арқылы ұсынылған ертегіні сабақтың барысында көру арқылы, тыңдау арқылы олардың тыңдалым дағдысы қалыптасады. Аю мен қоян, барыс пен борсық күреседі. Аю қоянды Біз көбіне мұғаліммен бірге отырып, жасанды интеллект арқылы берілген кейіпкерлердің дауысын саламыз. Бұл өте қызық. Маған комикс оқыған ұнайды. Қазақ ертегілерін комикс түрінде мұғаліммен бірге отырып жасаймыз. Солай ертегіні тез түсініп аламыз. Жалпылама қорытындылайтын болсам. Бірінші, өтілген ертегі кез келген мәтін бала жадында жақсы сақталады. Екінші, айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым дағдылары жақсы қалыптасады. Үшінші, тіл байлығы дамиды. Төртінші, сөздік қоры молаяды. Бесінші, қазақ тілінде сөйлеу мәдениеті қалыптасады. Алтыншы, қазақ тілін үйренуге деген қызығушылығы артады. Жасанды интеллект арқылы сабақ өту өз нәтижесін 1 жыл көлемінде бере бастайды. Мен мұны өз тәжірибемнен байқадым. Құрметті мұғалім, сіз де өз сабағыңызда жасанды интеллект нейросеттерді қолдану арқылы заман талабына сай бәсекеге қабілетті мұғалім бола аласыз.